Жай ғана әңгімелесейік. Хей, қалайсың? Сенімен бірге Франики. Бүгін саған кеше ғана мен YouTube әлеміне сапар шеге отырам. YouTube мені балалық шағымдағы ең керемет естеліктерімнің бірі. Телевизор алдында сағат сайын қадалып отыруыма себепкер болатын сүйікті мультфильмдерімнің бірі Том и Джерриге көзімді түсірді. Есіме түсірейінші деп шыққанның нұсқамасын сол Том и Джерридің ревьюшкасына апарып шыққанның сол жақ батырмасын баса отыра. Сол мультфильмге қалай кіріп кеткенімді білмей қалдым. Сол кезде алған керемет сезімді сенімен бөліскім келді. Егер сені бұл қызықтырса, go до конца. Ну чё, кеттік. Мен балалық шағымда телевизордегі мультфильмдердің фанаты едім. Мойындаймын, әлі күнге дейін кейбір мультфильмдерді қызыға қараймын. Айчо, болмай ма не? Том и Джерри ешқандай сөйлемесе де, сол ағылшынша тілде без переводсыз болса да, звуковой провождение арқылы өз әлемін қызықтыра алып кететінін мойындау керек. Томның Джерри артынан қуып жүргеніндегі неше түрлі нелепі қиындықтарға ұшырайды, және соны автор күлкілі қылып қалай жеткізетініне танымым мол. Әр адамға өзінің балалық шағы өте ыстық. Ал бұл мультфильм менің балалық шағымда ерекше орын алған мультфильм. Егер мен сол мультфильмге кіріп кетсем, мені ешкім телевизор алдында алып кете алмайды. Және де бұл мультфильмді күніне бір меншікті уақытта көрсетеді. Әдейі соған үлгеру үшін және дәл уақытын білу үшін үйге келген әр газеттен телепрограммалар уақытты көрсетілген бетті іздейтінмін. Және сол телепрограммалардағы Том и Джерриді көрсететін уақытты белгілеп алып, келесі күні сол уақыт жақындағанда телевизор алдында дайын отыратынмын. Сюжет бір, мазмұны бір болса да, және әрқашан Джерридің жеңетінін біле отыра, мен қайта-қайта қарай беретінмін. Оған себеп сол автордың сюжетті жеткізе білуі. Мінекей кешегі уақытта YouTube'дан сол ескі мультфильмді көргенімде, әлі күнге дейін ескі болса да ол мультфильмнің өзіне тартып алатынына көзім жетті. YouTube'ға осы уақытта менің балалық шағымды еске түсіруіме көмектескеніне үлкен рахмет. Енді мінеки, қазіргі уақыттағы балалардың балалық шағынан естелікті осылай сақтап алатындай мультфильмдер бар ма? Және көрсетіле ме? Мен жиенінің кейбір уақытта балапан анасын қарайтынын байқадым. Және бір мезетте мен де қызыға сол арнаны қарадым. Бірақ та мені соншақты есегенім бе? Әлде қалай? Сол қазақша мультфильмдерді қарай отыра мені өзіне тарта алмады. Бірақ та жоғарыда айтқанымдай Том и Джерри мультфильмі мені өзіне тарта алды. Сонда бұл қазіргі уақыттағы қазақша мультфильмдердің әлсіздігі ме? Әлде қазіргі жасөспірім балалардың қабылдауы өзгерді ме? Бұл енді менің өз ойым. Өз ойыңды видеосына комментарийге жазып кет. Және сенің де осындай сүйіп көретін мультфильмдерін болса бөлісе отыр. Маған сенің ойың қызық және оқимын. Мінеки айтарымды айтып болдым. Осы видео ұнаса лайк басып кет. Осы видеосына 30 лайк жинап тастайық. Егер де сен видеоны осы жерге дейін көрсең, комментарийге мультфильм деп жазып кет. Сол арқылы сені топовый немесе топовая екенімді біле аламын. Менің видеоларымды қыздар көрмейді. Алдағы видеоларды үзіп алмай көру үшін подписаться етіп, қоңыраушаны басып кет. Сенімен бірге болған сенің сүйіктің Франики. Келесі кездескенше сау.